Қазақстанның әр аймағынан келіп, бір жыл бойы жағалау күзетінде әскери міндетін адал орындаған 500-ге жуық сарбаз туған жерлеріне оралмақ. Белгіленген мерзім ішінде әскердегі тәртіпке бағынып, өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарап, қызмет атқару кезінде көрсеткен ынталары үшін бүгін олардың бірқатары төс белгілерімен марапатталды. Салтанатты шараға қатысып қайтқан әріптесім Айнұр Маратқызы әрі қарай жалғастырады. Еңбегі бағаланып, марапатталғандардың қатарында нұрсұлтандық Саян Амантай да бар. Bir жыл бұрын отан алдындағы борышын өтеуге түбекке келген бозбала осы аз уақыт ішінде әскери қызметкерлерге тән темір тәртіппен кәсібилікті меңгерген. 2019 жылдың қыркүйек айында Ақтау қаласына өз әскери борышын өтеуге келдім. Қазіргі таңда жағалау күзетінің сарбаз шекара кемесінде өз әскери борышын өтеп жатырмын. Негізінен өзім теңіз қойнауында әскери борышын өтеген өте қуаныштымын, мақтан тұтамын. Жағалау күзетінің бірінші дивизионы биылдың өзінде 12 мемлекеттік шекара бұзушыны ұстап, 20 мың метрден астам браконьерлік ау, 100 мың данаға жуық балық аулау емелерін тапқан. Ал жалпы салмағы 3 мың келіге жуық бекіре тұқымдас балықтар табиғи мекен ортасына жіберілген. Бұл мемлекетке келтірілуі мүмкін 815 миллион теңге шығын үнемделді деген сөз. Шекараны күзету жұмыстарына жас сарбаздар да өз үлестерін қосқан. Күз 2019 мерзімді әскери қызметкерлерінің қызмет өтілімінің аяқталуына байланысты мерекелік салтанат іс-шара өткізілді. Мемлекет салтанат іс-шара кезінде бір жыл қызмет мемлекеттік шекара күзету ісінде өзінің еңбегімен көзге түсінген, ерекшеленген әскери мерзімді сарбаздарға Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының құқығымен шекара қызметінің үздігі деген екінші дәрежелі төс белгісімен марапатталды. Шекара қызметінде шыңдалған жастардың бірқатары болашағын осы саламен байланыстырғысы келеді. Ол үшін келісіммен қалуға мүмкіндік бар. Олар кейін арнаулы оқу орнында жолдамамен білім ала алады. Айнұр Маратқызы, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.